Сәлем достар, сіздермен бүгін біз духовкада тауық еті мен көкөністерді пісіретін боламыз. Барлығын турап салсаңыз жеткілікті. Ең алдымен бізге керегі 1,5 келі тауық еті. Турап аласыздар үлкен болса. Сосын 1 ас қасық тұз және 2 ас қасық кетчуп, егер томат болса томатты жарай береді. Және 2 ас қасық майонез. Бәрін бірге қосып аласыздар. Сосын қажетінше қара бұрыш және дәмдеуіштер және үкіштен өткізілген 3-4 дана сарымсағымызды өткізіп алып қосамыз және 2 ас қасық сұйық май. Бәрін бірге араластырасыздар. 30 минут тұру қажет. Егер видеоларым ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал осы уақытта біз көкөністерімізді ашып турап аламыз. Картоптарыңыз үлкен болса, осылай 4-ге немесе 6-ға бөлсеңіздер болады. Сәбіздерімізді ұсақ етіп тураңыздар, тез пісуіне оңай болу үшін. Және пиязымызды күнделікті тамаққа қосқандағыдай сақина тәріздес қып турайсыздар. Сосын шым тұз, кішкене ғана қара бұрыш және дәмдеуіштер және 2 ас қасық сұйық май қосып, барлығын бірге араластырып аламыз. Және табамызға фольгамызды дайындап аламыз да, бірінші осы көкөністерімізді жайып шығамыз, орналастырып. Сосын маринадталған тауық етін үстіне қойып, барлығын орналастырып, үстін фольгамен жауып 1 сағатта пісіреміз. Және фольганы алып тастап, жарты сағат пісіріп аламыз. Барлығы пісетін болады, өте дәмді болып. Сіздер де жасап көріңіздер. Кеңес беремін, ас болсын.